Саламатсыздар ма? Бүгінгі менің сабағымның тақырыбы мұнай, мұнайды өңдеу әдістері. Ерте кезде адамдар жер астынан қара су шығатынын байқаған. Оны үй қабырғаларынан су өтпес үшін құрылыс цементтеріне қосуды ойлап тапқан. Сонымен қатар оны қайықтарды дерметизациялауда пайдаланған. Оны негізінен тері ауруларының дәрі жасап, тұрған үйлердің жарық ретінде қолданған. Мұнай сөзі қашан пайда болғаны белгісіз. Белгілі бір көз қарасты бойынша ежелгі бір парсы тілінен жер астынан шыққан бір нәрсе дегенін білдіреді. Алтынды саудалаудың біздің заманымызға дейін болғаны мәлім. Алғаш рет мұнайды 2000 жыл бұрын ежелгі Қытайда өндіріле бастаған. Бамбукты пайдалана отырып, кішігірім скважиналардан мұнай бұрғылаған. Мұнай өндіру тарихы алға қадам басу 19 ғасырдың ортасында болған. Дәл осы уақытта мұнайды керосин өндірудің тәсілі пайда болып, алғашқы мұнай өндіру зауыттары пайда болды. Бұл жанғыш пайдалы қазба. Бұл май секілді сұйықтық. Көбінесе ол қара түсті, демек оның шығу жеріне байланысты қоңыр, жасыл, сары, тіпті мөлдір түссіз болады. Мұнай коллектор деп аталатын тау жыныстарында орналасады. Әдетте бұл тығыз губка секілді материал. Оның құрамында мұнай болады. Көбінесе ол табиғатта газбен бірге болады. Мұнайдың пайда болу процесі өте ұзақ, шамамен 350 миллион жыл. Ғалымдар мұнайды нақты қалай жасалғанын білмейді. Қазіргі таңда бұл пайдалы қазбаны жалпы мойындаған және дәлелдеген органикалық пайда болу теория деп атайды, және оны биогенді теория деп те атайды. Бұл теорияға сәйкес жер бетінде миллион жыл бұрын өмір сүрген микроорганизмдерден пайда болған. Олар жер бетінде болған. Уақыт өте келе олардың үстінен тау жыныстары басып, жер астында қалған. Онда қатты қысым мен жоғары температурада компоненттер сұйытылады. Кейінірек болашақ мұнай ауасыз миллиондаған жыл бойы сақталады. Кейде арасында газ да бөлініп отырады. Дайын зат тек өз орнында мәңгілік қала алмады. Сол себепті ол жер астынан жоғары қарай ұмтылды. Бірақ белгілі бір сәтте қатты жер қабатына тіреліп шығуға мүмкіндік алмады. Бұл қақпан мұнай коллекторының жоғарыдан жауып тұратын деп айтуға болады. Мұнайды жерден және судан өндіреді. Жаңа мұнай көздерін іздеу мұнай бұрғылау деп аталады. Бастапқы геологендер жұмыс жасайды. Олар жергілікті жерді зерттеген соң ғана скважинаны бұрғылау басталады. Мұнайдың пайда болу процесі өте ұзақ, шамамен 350 миллион жыл. Ғалымдар мұнайды нақты қалай жасалғанын білмейді. Қазіргі таңда бұл пайдалы қазбаны жалпы мойындаған және дәлелдеген органикалық пайда болу теория деп атайды, және оны биогенді теория деп те атайды. Мұнай сол жерде болады деген еш кепілдігі жоқ. Мұнай бар скважинадан алыста орналаса бермейді. Қазіргі таңда сейсмикалық мұнай іздеу әдісі ең тиімді мұнайдың шығу жеріне дыбыстық толқындар мен соққы толқындары бар құралдарды орналастырады. Мысалы, жарылыс я болмаса ауыр заттың соққысы арқылы жүзеге асырылады. Толқын жер астының барлық қабатына таратылады. Алуан қыртысы бар жер қабаттарынан өте отырып ол тоқтайды. Дыбыстық зерттеу нәтижелерін құрал есепке ала отырып, оны өңдейді. Әлемде мұнайды өндіру баррельмен өлшенеді. Бір мұнай баррелі бұл 159 литр мұнайды құрайды. Мұнайдан алуан жанармай түрлерін алады. Сонымен қатар мұнайдан өндірілетін химикаттар, тіпті косметика, дәрі, тыңайтқыштар және тағы басқа заттар өндіріледі. Бізге жақсы таныс пластикалық бутылкалар мен целлофандар, қапшықтар да мұнайдан өндіріледі. Баррельдің өлшем бірлігіне қатысты ұғымдарда қарапайым тілмен түсіндіргенді жөн көріп отырмын. Салып келгенде, осындай мұнайдан қандай өнімдерді өндіруге болатынын тереңірек тоқталып келеді. Сонымен баррель дегеніміз әлемдік нарықтағы мұнайды өлшейтін өлшем бірлігі. 159 литрге немесе
42 галлонға тең. Ертеректе мұнай осындай көлемдегі бөшкелермен тасымалданатын болғатын. Баррель дегенде 159 литрлік мұнай шикізатын көз алдымызға елестететін болдық. Ендеше оны қайта өңдеген кезде мұнайдың көлемі тағы 9 литрге көбейетінін де біле жүріңіз. Демек, қайта өңделген мұнайдан 168 литрлік түрлі мұнай өнімін алады екенбіз. Аз ба, көп пе? Қанекей тексеріп көрелік. Бір баррельден 85 литр бензин алуға болады. Мұнша жанар жағармаймен шамамен 1000 шақырым жерді артқа тастауға мүмкіндік бар. Бұл әрине шама шарқы орташа деңгейлі темір тұлпарға қатысты болжам екенін естен шығармаған жөн. Ал 25 литр дизель отыны құйылған трактормен 70 шақырымдай жерді жүріп өтесіз. Әлгі бір баррель мұнай шикізатынан 0,7 литр авиациялық отында шығады. Алайда мұнша мөлшердегі отынмен америкалық Boeing 747 үлгісіндегі ұшақ ар кетсе 1,5 шақырым жерді еңсер алады. 6 литрге жуық мазутты локомотивтер мен кемелер және электр генераторына отын ретінде пайдалануға болады. Сондай-ақ 4,5 литр сұйылтылған газ аламыз. Оны әдетте үй-жайды жылытатын немесе автокөлік отыны ретінде қолданамыз. Сонымен қатар сұйылтылған газ алуан түрлі аэрозольдің құрамында да кездеседі. Текшеленіп жентектелген 1,5 келі ағаш көмірі, торттың бетін әрлейтін балауыздан жасалған шамның 170 данасы. Балауыз шамдарда мұнай өнімі болып табылады. Енді мен сіздерге бір сұрақ қояйын. Алдыңызда тұрған әрбір заттың қалай пайда болатынын, неден жасалатынын білесіздер ме? Сізбен біз күнделікті тұтанатын заттардың талайы мұнай мен оның компоненттерінен дайындалынады. Мәселен, кеңсе тауарлары, тоңазытқыш, көзге тағатын линзаңыз, шашты әрлеуге, кірпік бояйтын сүрмеңіз, опа далап, қырнуға арналған сүрмеңіз, шашты жуатын су сабын, тіпті аспирин де сол мұнайдың компоненттерінен өндіріледі. Қазіргі таңда полиэстерсіз арнайы киімдерді елестету мүмкін емес. Еден жуушы, көлік жөндеуші, жедел жәрдем мен полиция қызметкерлерінің бәрінің киімі де осы материалдан тігіледі. Баррель мұнайдан сондай-ақ пластмасса өндіруге арналған 4 литр шикізат шығады. Біле білсеңіз, 1 миллион пластик бөтелке дайындау мақсатында шамамен 17 миллион баррель мұнай өнімі қайта өңделеді. Мұнай компоненттерінің бірі полиуретан әрбір үйдің төрінде тұрған диванды дайындауда көптеп қолданылады. Қайта өңделген 1 баррель мұнайдан 3 диван шығаруға болады. Айтпақшы, мұнай менен тағам 3 қайнаса сорпасы қосылмайтын салалар деп ойласаңыз, қателесесіз. Себебі бір қатар елдерде мұнай өнімдерінен алынған ақуыз негізінде дайындалған тағамдардың үлесі жылдан жылға артып келеді. Бір жылда өндірілген мұнайдың жалпы көлемінің 2% қайта өңдеген кезде 25 миллион тоннаға жуық ақуыз алынады. Ал мұндай мөлшердегі өнімнен жасалған тағаммен жылына 2 миллиард адамның қарнын тойдыруға болады. Айтқандай, мұнай бөлшектері сағыздың құрамында да бар. Соруға арналған дәрілер мен қатырлық чипсте де кездеседі. Мұнайсыз дүние бос десек, артық айтпаспыз. Оны сатамыз, жейміз, тіпті киеді екенбіз. Сонымен, бірақ баррель мұнайдан бензин ғана емес, пайдасы көл көсір алуан түрлі химиялық қосылыстарды алуға болатынын көріп отырмыз. Осындайда Дмитрий Менделеевтің әлгінде бір айтқан сөзі еріксіз ескеру алады. Бакудағы мұнай өнеркәсібін бір жолға қойып дамытқан бір туар ғалым сонау 19 ғасырда мұнайды жай ғана жағу пешті бағалы қағаздармен жылытумен тең деп қынжылған екен. Қаншалықты дөп тауып айтылған сөз десеңізші. Демек, мұнай саласына қатысты түйісі бар адамдарға келешегі үшін қам жемеуіне болады десек артық айтпаспыз. Өйткені кем дегенде тағы 25 жыл бойы мұнайшылардың негізгі өніміне деген сұраныс артпаса кемімейді. Планетамызда кез келген жерде жоқ. Оның 80% қоры 10 шақты мемлекетте орналасқан. Бірінші орында Венесуэла. Оның қоры 243 жылға жетеді. Сосын Сауд Арабиясы. Оның мұнай қоры 70 жылдан асады. Үшінші орында Ирак. Қазіргі пайдалануы бойынша бұл мемлекет өзінің мұнаймен 90 жылға дейін қамтамасыз етеді. Бұл мұнайды өндіру Қазақстанда екен. Біз 9-шы орындамыз. Мұнайдың басты орналасқан жері Атырау облысы. Онда мұнайдың шығатын 75-тен астам мұнай кен орны бар. Одан кейін сан бойынша Маңғыстау облысы тұр. Онда 70-тен астам орын бар. Бастысы оның көп орны толық зерттелген. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыз.